Алириза Фирозжа, Доммара Джугукеш, Норвей Чес Классик. D4 AT6, C4 E6, AT3 D5. AC3 піл B4. Бұл енді Рогозинда бар, бұл Немцовичта да бар. CD, ED және піл F4. Ат негізгі орталыққа келді, мына C3-ке шабу ұрсады, тура C1. Піл F5, E3 және G5. Орталық тұрақты, сол себепті оң қанатта немесе сол қанатта шабу ұрсуға болады. Піл G3 алдық, өте жауапты шешім. Мен бұл туралы айта берем. Пілді атқа айырбастар алдында өте мұқият болу керек. Алдық және H5. Мүмкін мына пілді қолға түсірдің амалы шығар. Вәзір B3, рокировка және вәзір B7 қомағалар қатарына кірдік, мына жерге шабу ұрсадық. C6 ештеңеден қорқып тұрған жоқ. Және вәзір C7 жоқ. Сақтықта қорлық жоқ, айырбастайық деп отыр ғой. Ат D7 алдық және ат D2. Алдық және ат F6. Бұлай қарасаңыз, ақтардың артық сарбазы бар, бірақ ол енді мынандай қосарланған сарбаздардың бірі. Ат B3 енді болашақта мына C5-ке кеп қалуымыз мүмкін. B8 піл E2, патша G7 және піл D1. Тура C8 және рокировка. A5 енді мынаны алатын болсаңыздар, онда тура мына жерге кіретте өте белсенді болады. Піл C2 алдық және A4. Мына ат B3-тегі ат ұнамай тұрған. Ат C5 және A3. Бұл енді қосалқы өтетін сарбаз деп аталады. Немесе сіздер деген болашақта бұл сарбаз шеге деп айтуға болады. B2-дегі торды қосымша бақылауға алу. Ат B3, ат негізгі орталыққа келді. C4, C5, C1 алдық және ат F6. Патша F6. Енді мына сарбаздың арқасында қаралар бір қатты қиналып тұр деп айта алмаймын. Шах бұлай және патша F1. Енді патша бізге керек болады, патшасыз мәселе шешілмейді. Патша D7 тура A6. Тура C8 алдық және тура C2 бәрібір белсенділік деген өте маңызды. Ат C5 алдық және тура C5. Жалпы Гукештің ойынның соңында нашар ойнайтыны туралы көп адамдар біледі. Сол себепті осыны әделеп пайдаланады. Шах A4 кеттік. Патша C6 тура F3 және F5. Тура E3, тура A5, тура A3. Патша C5, патша E2, патша B4, тура A1 және патша E5. Мені көрдіңіздер ме? Осы жерде арғарай патша C3 деп жүре беретін болса, онда мына сарбазды қозғаламайды, мына патша да ешқайқа бара алмайды. Бірақ тағы бір рет ескертем, Гукештің осы ойынның соңындағы қателіктерін көп жағдайда бетіне басады. Шах былай және патша F1. Патша B3 тағы да бір осындай бір іс-әрекеттердің бірі. A5 кеттік, B2 және тура A4. Былай және F4. Көрдіңіздер ме? Осы эндшпильдерді жақсы білу керек. Неге мысалы Магнус әлі күнге дейін әлемнің үздік шахматшысы, себебі эндшпильді ол сияқты ешкім ойнай алмайды. D5, A1 және тура E1. Қалған енді аса қиын емес, өйткені мына патша деген алыста тұр. Мына сарбаздардың түбіне қазір жетеді. Алдық және қалған енді бір ауыз толтырып айтатын әңгіме емес, өйткені позиция өте қарапайым. Бұл жерде дәл қазір қарсылас деген мына H3-тегі сарбаздың түбіне жетеді ақырындап. Содан кейін мысалы мына үшеуінде де бермейді. Өткен тураны F6-ға қояды, G5 деп жүреді, болды. Содан кейін ақырындап мынаны алады да, содан кейін патша, екі сарбаз және тура барлық мәселені шешеді.